жақын адамды жоғалту бұл өте ауыр қасірет. Кейбір адамдар бұл уақытша әрі ұмытылып кетеді дейді. Шын мәнінде бұл кез келген адамның жүрегінде мәңгілікке өшпес мұң, жазылмас жара болып қалады. Кейде көбімізді о дүниелік болған жақындарымыз бақылай ала ма деген сұрақ мазалайды. Кейде олар жанымызда отырғандай болып, тіпті бізге бір нәрсе айтқандай болады. Жақын адамды жоғалту өзіңнің бір бөлігіңді жоғалтқандай ауыр қасірет. Оларды бір сәтке көру үшін барымызды беруге дайынбыз. Белгілі шаман Қажет Ахметжанқызының айтуынша, қайтыс болған жақын адамдарымыз бізді уайымдамасын деп, қайғымызды басу үшін, түсімізге қоштасу үшін кіреді дейді. Сонымен қатар, белгілі шаман жақын адамдарымыздың рухы жанымызда екенін білдіретін белгілерді де атап өтті. Егер сіз осы белгілерді байқасаңыз, демек жақын адамдарыңыз сіздің жаныңызда және сізбен сөйлесуге талпынып жатыр дейді. Әдетте, адам баласы көрген түстерін есінде сақтай бермейді. Себебі түстің көбі мазмұнсыз әрі түсініксіз келеді. Алайда, қайтыс болған жақын адамдарымыз түсімізге кірсе, сіз оларды көре аласыз және анық ести аласыз. Егер қайтыс болған жақын адамыңыз түсіңізде сізбен тілдессе, немесе алыстан бір нәрселерді көрсетіп белгі берсе, демек, олардың сізбен түс арқылы байланысқа түсіп жатқаны деген сөз. Олар түске жайдан жай кірмейді. Кейде қатты сағынып жүрген адамдардың сағынышын басу үшін және берілмей мықты болуға шақыру үшін түсімізге кіреді. Ал егер анық ескертулер айтса, сол сөздерге мән беруіңіз керек. Әдетте, адам баласы өзінің сезу қабілетін толық қолдана бермейді. Дегенмен де, кей жағдайда бізді біреудің сырттай бақылап тұрғанын байқап қаламыз. Бұл жарқ еткен сәуле немесе көлеңке, тіпті адамның жартылай көрінген бейнесі болуы мүмкін. Мысалы, кейде адамдар өздігінен құбылып, кейде бір нәрсенің боларын сезіп, соған дайын тұрады. Сіз бұның не екенін білмейсіз және бұл құбылысты толық түсіндіре алмайсыз. Сол сияқты кейде жалғыз қалғанда адам жан-жағында біреудің тұрғанын немесе өздігінен бір заттың қозғалғанын байқайды. Бұл орайда қорқынышқа бой алдырудың еш қажеті жоқ. Жақын адамдарымыздың, ата-бабаларымыздың рухы өз ұрпақтарын қорғап, жебеп жүреді дегенді барлықтарыңыз да жақсы білесіздер деп ойлаймын. Мұндай түстерді әдетте жақынын жоғалтқан адамдар жиі көреді. Қайтқан адамдар бұл өмірде қатты қиналып, қандай да бір ауыр дерттің кесірінен өмірден өткен болса, оларды жоқтап, қайғырып жүрген жандарға о дүниедегі жағдайының жақсы екенін білдіру үшін түсіне кіріп жатады. Әрине, олар артынан қалған жақындарының қан құса болып қиналғанын қаламайды. Сондықтан да осындай белгілерді түс арқылы беріп жұбатады. Ойланып көріңізші, кейде ұйқыдан тұрғанда бұрын білмеген нәрсеңізді біліп оянатын сәттері болады. Бұл қандай да бір шешімді қабылдауға қатысты жағдай болсын, немесе маңызды шаруаны атқару барысында сізге қажет болған ақыл мен кеңес болуы да мүмкін. Бұл жағдайда о дүниелік жақын адамдарыңыз сізге түс арқылы ақылдарын айтып, кеңес беріп, жол көрсеткен болуы мүмкін. Құрметті көрермен, о дүниелік болған жақындарымызды, ата-бабаларымызды естен шығармайық. Қашанда оларға дұға етіп, олардың орны жұмақтың төрінен болуын тілейік. Бұл дүниеде біліп, білмей жасаған күнәлері кешіріліп, иманды болуын сұрайық. Алдағы күндеріңіз сәттілік пен қуанышқа толы болсын деп, бұл шығарылымды аяқтаймын. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.